Мектептің мәдениетін қалыптастыру, мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру, оқыту үдерісінде білім сапасын жақсарту басты назарда. Бүгін осы мақсатта номері 137 жалпы білім беретін мектепте семинар сабақ өтті. Білім алушылардың білім жетістіктерінің мониторингі бойынша тапсырмалар құрастыру өзектілігі деп аталатын шара қаладағы мектеп мұғалімдерінің басын қосты. Бүгін 3-ші мегаполисте мұғалімдердің біліктілігін арттыруға бағытталған семинар өтті. Игі іс қалалық білім бөлімі мен нөмірі 137 жалпы білім беретін мектебінің ұйымдастыруымен болды. Шымкенттік бастауыш сынып мұғалімдері өзара тәжірибе алмасып, білім берудің жаңа әдіс тәсілдерімен бөлісті. Шымкент қаласының білім басқармасының әдістемелік орталығының ұйымдастыруыменен біздің қаламызда бүгін қалалық семинар өткелі отыр. Тақырыбы білім алушылардың білім жетістіктерін жетілдіру мониторингі бойынша тапсырмаларды құрастыру өзектілігі болып табылады. Бұндағы жалпы мақсатымыз оқушылардың білім сауаттылығын, функционалдық сауаттылығын арттыру болып табылады. Бастауыш бірлестігінде 44 ұстаз қызмет ететін болса, қазіргі таңда 10 ұстазымыз осы қала көлемінде өздерінің іс тәжірибелерімен, әдістеріменен алмасуда. Мақсат жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында педагогикалық және ақпараттық коммуникациялық технологияларды жүйелі қолдануда мұғалімдердің шеберлігін шыңдау. Семинар барысында алынған теориялық білімді мектеп мұғалімдері тәжірибе жүзінде көрді. Бастауыш сынып мұғалімдері шара барысында білім берудің жаңа әдісін математика, қазақ әдебиеті, қазақ тілі және Қазақстан тарихы пәндерінің толық зерттеудің жолдарын үйренді. Білім басқармасының әдістемелік орталығын ұйымдастыру бойынша жасалып жатқан іс-шарамыз бұл қазіргі таңда оқушылардың білім сапасын жақсарту мақсатында және олардың оқуға құштарлығын ояту мақсатында жаңа әдіс тәсілдерді мұғалімдеріміз өзінің шеберлігін көрсете және өздерінің еңбекқорлығын байқату мақсатында және сонымен қатар өзінің әріптестеріне жаңа дүниені бөлісу мақсатында ұйымдастырып жатқан өте керемет ауқымды іс-шара деп ойлаймын. Соның ішінде менің бүгінгі жүргізетін сабағым, енді алда жүргіземіз қазір, қасымдағы әріптесім Ағайдарова Шынар ұстазыммен бірге жүргізетініміз коучинг сабағы және келген әріптестерімізбен жаңа әдіс тәсілдерді бөлісетін боламыз. Оның тақырыбы оқушылардың білім алудағы, білім сапасын көтерудегі тиімді әдіс тәсілдер деп аталады. Негізгі 2016 жылдан бері жаңартылған бағдарлама бойынша біздің бүкіл қазақ елі әріптестеріміздің бәрі жаңа оқуға барды. Біз 2016 жылдан бері осы әдістерді қолданып келеміз. Бұрынғыдай дәстүрлі сабақ жоқ. Қазіргі уақытта цифрлы сауаттылығы балалар ресурстарды қолданады және сонымен қатар балалар ізденісте